Төртеуде нокаут. ақш-қа аттанған қазақ боксшыларының барлығы жеңіске жетті. Жекпе-жектің барлығы да қазақ жігіттерінің жеңісімен аяқталды. Бірнеше қазақстандық боксшы ақш-та жекпе-жек өткізіп, қарсыластарын нокаутқа түсірді. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының экс-капитаны Абылайхан Жүсіпов ақш-та алғашқы жекпе-жегін өткізді. Жүсіпов Миннеаполисте өткен бокс кешінде тәжірибелі мексикалық Эдгар Рамиреспен кездесті. Жартылай орта салмақтағы жекпе-жек 4 раундқа жоспарланған болатын. Бірақ алғашқы 3 минутта Жүсіпов қарсыласын нокаутқа түсіріп, жеңіске жетті. Бұл Жүсіповтың кәсіпқойлар арасында екінші жеңісі. Рамирес карьерасында 21 рет жеңіліске ұшырады. WBA International тұжырымы бойынша супер жеңіл салмақ дәрежесіндегі қазақстандық боксшы Евгений Павлов та ақш-та алғашқы кездесуін өткізді. Павлов мексикалық Алексис Салидомен кездесті. Жекпе-жек 6 раундқа жоспарланған болатын. Бірақ екінші раундта аяқталды. Қазақстандық қарсыласын нокаутқа түсірді. Павлов кәсіпқой бокста 7-ші жеңісіне қол жеткізді. Салидо болса мансабында 3-ші рет жеңілді. Миннеаполистегі бокс кешінде WBA International тұжырымы бойынша орта салмақтағы боксшы Бек Нұрмағамбетте жекпе-жек өткізді. Ол американдық Хайнел Уиллермен жұдырықтасты. Жекпе-жек 6 раундқа жоспарланған еді. Бірақ екінші раундта Нұрмағамбеттің жеңісімен аяқталды. Ол да қарсыласын нокаутқа түсірді. Бұл Нұрмағамбеттің кәсіпқой бокстағы 7-ші жеңісі, Уиллердің 2-ші жеңілісі. Сондай-ақ Әбілхан Аманқұл кәсіпқой рингтегі дебютінде нокаутпен жеңді. 24 жастағы Аманқұлдың қарсыласы америкалық Девонте Макдональд. Орта салмақтағы жекпе-жек 4 раундқа есептелгенімен, 3-ші кезеңде Аманқұлдың жеңісімен аяқталды. Ол да қарсыласын нокаутқа түсірді. Аманқұл 2017 жылғы әлем чемпионатының күміс жүлдегері, 2018 жылғы Азия ойындарының күміс жүлдегері және 2019 жылғы Азия чемпионатының қола жүлдегері. Егер де сіздер осы немесе өзге де мәселелерге байланысты және басқа да тақырыптарға қатысты видеоларды жіберіп алғыларыңыз келмесе, арнаға тіркеліп отырыңыздар.